Бірінші есеп радиан арқылы өрнектеңіз дейді. 480 градус берілген. Оны пи бөлінген 180 градусқа бөлеміз. Сонда 180 мен пи 60-ға қысқарады. Қысқартқан кезде 8π бөлінген 3 шығады. 8π бөлінген 3 деген сөзіміз бізде А варианты. Келесі екінші есеп керісінше радианды градусқа айналдыруымыз керек. Сонда біз 180 бөлінген пиге бөлеміз. Пилер бір-біріне қысқарып кетеді. 1,8 бен 180-ді көбейткен кезде бізде 324 шығады. 324 дегеніміз бізде С варианты. Сонда жауабы С деген сөз. Үшінші есепте бірлік шеңберді пайдаланып төмендегі тригонометриялық функциялардың мәндерін координаталық жазықтықта көрсетіңіздер дейді. 5π бөлінген 6 және минус 120 градус. Енді минус 120 градус деген сөзіміз міне былай қарасақ 0, 90, 180, 270 десек, ол оң таңбалы градустар, иә? Минус 120 градус деген сөзіміз төмен қарай қарама-қарсы, яғни сағат тілімен бағыттас болып қозғалады. Сонда бізде мына жерден минус болған кезде 0-ден 90, сонда 90-дан асады 180-ге жетпейтін градус. Шамамен осы жерде орналасқан. Бізде келесі екіншісі 5π бөлінген 6, ол деген сөзіміз бізде 150 градус. 150 градус деген сөзіміз 180-ге жақын, 90-ға жетпейді. 90 мен 180-нің арасындағы градус. Төртінші есеп. Тікбұрышты үшбұрышта косинус альфа тең 5-тен 3. Табыңыз синус, тангенс, котангенсті. Енді тікбұрышты үшбұрыш. Ол жерде бізде гипотенузаның катеттерге қатынасы бойынша анықтаймыз. Бізде нақты ереже бар, формула бар, соны қолданамыз. Косинус берілген, иә? Косинус деген сөзіміз бізде катеттің гипотенузаға қатынасы болып тұр. Мына жердегі В бізде 3-ге тең, ал С 5-ге тең гипотенузамыз. Жазып алдық. Енді синус альфа деген сөзіміз А-ның С-ға қатынасы. Бізде А берілмеген. А-ны анықтау үшін гипотенузадан катетті азайтып тастаймыз. Сонда 5-тің квадратынан 3-тің квадратын азайтқан кезде бізде 16 шығады. 16 деген сөз 4-тің квадраты. Енді синус А-ның орнына 4-ті, С-ның орнына 5-ті қойып жазамыз. Сонда бізде синус альфамыз 5-тен 4-ге тең. Ал тангенс альфамыз деген сөз А-ның В-ға қатынасы 4-тен 3, ал котангенс дәл осыған қарама-қарсы болады. Ол тангенсіміз 3-тен 4 болса, котангенсіміз 4-тен 3-ге тең болады. Бесінші есепте есептеңіз дейді. Берілгені синус пи бөлінген 3 қосылған альфа. Ал егер косинус альфамыз минус 0,16 және пи бөлінген 2 мен альфамыз пи бөлінген 2 мен пидің аралығында жатыр. Екінші ширекте жатыр деген сөз. Бізде синус пи бөлінген 3, иә? Оны формула бойынша ашамыз. Мына формуланы қолданамыз. Альфа қосылған бетті осы бойынша қолданамыз. Синус квадрат пен косинус квадраттың қосындысы бірді береді. Енді бізде синус керек. Синусты анықтауымыз үшін бірден азайтамыз косинус квадратты. Сонда бізде шығады синусымыз бізде 1 азаттығы 0,6 минус қой. Сол бізде 10 таңбаны береді 0,136-ны. Ол деген сөзіміз 1-ден 0,136-ны азайтсақ 0,164. Ол бізде 0,8-дің квадраты. Сонда бізде синусымыз 0,8-ге тең деген сөз. Енді формула бойынша аштық пи бөлінген 3 деген сөзіміз бізде 60 градус. 60 градустағы мәндерін жаздық жеке-жеке. Сонда есептедік сандарды. Бізде мына жерде негіздері бірдей ғой. Сандар бір-бірімен 2-ге қысқарады. Сонда 2-ге қысқартып жібереміз. Сонда бізде ең соңында жауабы минус 3 түбір асты 3 қосылған 4 бөлінген 10 қалады. Алтыншы есептеңіз. Синус 330 градус азайтылған тангенс 120 градус қосылған тангенс минус 390 градус азайтылған косинус минус 180 градус дейді. Сонда
келтіру формуласын қолданамыз. Келтіру формуласы бойынша бізде өзі 4 градус, яғни 90, 180, өстегі градустер 180, 270, 360, сол төртеуінің біреуі арқылы өрнектеуіміз керек. 360 деген сөзіміз 270 қосылған 60, немесе 360 азайтылған 30 десеңіздер де болады. Мәні өзгермейді. Тангенс 120 деген сөзіміз 90 қосылған 30, бізде 90 градуста атауын өзгертеді. Ол біздегі тангенске, котангенсіміз тангенске ауысады. Бізде екінші ширектегі котангенстің таңбасы 10. Сол үшін минус жазылды. Мына жерде 390 деген сөзіміз 360 қосылған 30 градус. Енді 360-та атау өзгермейді. Таңбамыз сонда минус 30 болып қалады. Косинус минус 180. 180 градустағы мәні минус 1-ге тең. Енді осы мәндерді қойып шығамыз. Мына жердегі мәнін жазбадым. Бір-бірімен қысқарып кетеді ғой бірден. Сол үшін мәнін жазбай қысқарта салдық. Минус 2-ден 1 қосылған 1 қалады. Ол деген сөзіміз 0,5-ке тең деген сөз.